Ал сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі Әл-Фараби атындағы оқушылар сарайының Некспи үйірмесінің кезекті сабағын бастаймыз. Үйірме жетекшісі Исабекова Әсел. Бүгінгі тақырыбымыз жұмысқа тәуелді тұқым қуалаушылық және кариотип туралы өтеміз. Енді өткен сабақта біз сіздермен жұмысқа тәуелді тұқым қуалаушылықты өттік. Сіздер білесіздер, яғни жұмысқа тәуелді тұқым қуалаушылық болса, біздегі қарастырып отырған гендеріміз, оларды белгілі бір белгіні кодтайтын, яғни гендер X хромосомасында орналасқан, яғни жұмысты белгілейтін бізде XY хромосомалары бар. Сол X хромосомасында орналасқан болса, бұндай барлық белгілерді біз жұмысқа тәуелді немесе жұмыспен тіркескен белгілер деп айтамыз. Ал енді бүгін жұмысқа тәуелді немесе жұмысқа байланысты тұқым қуалаушылық айтамыз. Яғни кейбір белгілер, мысалы, сіздер білесіздер, ер адамдарда басының төбесінде шашының аз өсу. Бұл осындай белгілерге жатады екен. Яғни олар жұмысқа байланысты тұқым қуалайды екен, бірақ та олар X хромосомасында орналаспаған. Олар басқа аутосомаларда орналасқан, бірақ та ер не әйел адамдарды әртүрлі тұқым қуалайды. Сондықтан да олар осы ер және әйел адамдарда әртүрлі тұқым қуалауға байланысты, олар жынысқа байланысты немесе жынысқа тәуелді тұқым қуалайды деп айтады. Яғни ер адамдарда сіздер білесіздер, таздық болады, яғни шаштары аз болуы мүмкін басында. Ал әйел адамдарда онда кездеспейді екен белгіде. Енді мына кестеде қарайтын болсақ, біздегі Sad Biology кітабынан берілген кесте бойынша, міне BB генотипі болса, яғни әйел де ер адамдар міне таз болады екен. Егер де гетерозигота болса, бізде әйел адамдар таз болмайды, ал ер адамдар таз болады екен. Ал егер де рецессивті гомозигота болса, онда ер адамдарда, әйел адамдарда таз болмайды екен. Ал популяцияда, яғни адамдардың ішінде ең көбінде бізде гетерозиготалық түрде кездесетін болғандықтан, гомозиготалық, яғни доминантты түрі өте сирек кездеседі. Сондықтан да көбінде гетерозиготалық түрде кездесетін болғандықтан, екінші нұсқадағы десек. Сондықтан да B үлкен, B кішкентай гетерозиготалық нұсқасы. Сондықтан да бұл белгі көбінде тек қана ер адамдарда ғана көрінеді. Міне осы нақты мысалдан сіздер кейбір белгілер ер және әйел адамдарда әртүрлі тұқым қуалауы мүмкін екенін көре аласыздар. Болып дегеніміз, бұл яғни таздылықты, яғни шаштың өспеуін белгілейтін белгі екен. Бұл яғни жұмысқа тәуелді тұқым қуалайды. Енді бүгінгі екінші өтетін тақырыбымыз бұл кариотип. Яғни кариотиптеу дегеніміз не? Сіздер білесіздер, бізде адамда 46 хромосомасы бар. Немесе оны 23 жүктеге, оның 22 жүгі, яғни 44 хромосомасы. Бұл аутосома деп аталады, ал 2 жыныс хромосомасы бар. Ол ер адамдарда XY, әйел адамдарда XY хромосомасы. Осы ең соңғы жұп хромосомаға байланысты бізде не қыз бала, не ұл бала туылады екен. Енді кариотиптеу дегеніміз бұл хромосомаларды лабораториялық жағдайда белгілі бір хромосомаларды өңдеу арқылы олардың өлшемін, пішінін, санын лабораториялық жағдайда талдау әдісін кариотиптеу дейді екен. Яғни сіздер хромосомаларды, біз бұрынғы тарауларды өткенбіз, тек қана метафазалық пластинкада бізде хромосомалардың бары конденсацияланады екен. Яғни бұндай хромосома күйіне жинақталады екен. Яғни бұл ажырау үшін, gaметалардан хромосомалардың ажырау үшін, немесе митоз
кезінде де, мейоз кезінде де бізде осындай метафазалық пластинка болады екен де, бірақ та дәл осындай метафазалық пластинканы біз ересек адамдарда тек қана митоз процесінде көре алады екенбіз. Яғни бұл митоз процесі кезінде метафазалық пластинканың қаншалықты хромосомалардың сау немесе сау еместігін көре алады екенбіз. Және сіздер мына суретте қарасаңыздар, міне бірінші хромосома, екінші жұп хромосома, үшінші хромосома, төртінші, сөйтіп міне барлық 22 жұп міне аутосомаларды көре аласыздар. Міне 1-ден 22-ге дейін бұл аутосомалар, яғни бұл барлық денедегі белгілерді белгілейтін хромосомалар. Ал ең соңғы жұбы, яғни 23-ші жұбы, бұл X және Y. Біз міне көрдіңіздер, біз Y деп белгілейміз, ал шындығында Y хромосомасы шын бейнесі, онша Y-ге қатты ұқсамайды, бірақ та оны кішкентай хромосоманы Y хромосома деп атайды, және бұл Y хромосома ол балаларда ғана бар екен, ал қыз балаларда тек қана осындай үлкен 2X хромосомасы бар. Ал ұлдарда осындай Y хромосомасы бар екен. Бұл міне бізде ер адамдардың кариотипі екен. Көрдіңіздер ме, кейбір хромосомалар үлкен болады екен, кейбір хромосомалар кішкентай болады екен. 19-шы, 20-шы, 21-шы, 22-шы, 17-шы, 16-шы қатардағы барлық хромосомалар кішілеу. Бірінші, екінші, үшінші хромосомалар олар үлкендеу болады екен. Тек қана осындай метафазада, яғни митоз арқылы клеткалар екіге бөлінгенде, клеткалар ажырау үшін осындай метафазалық пластинка түзейді екен. Сонда метафазалық пластинкада сіздер барлық жұп хромосомаларды адамда қаншалықты дұрыс екенін көре алады екенсіздер. Барлық хромосомалар сау ма, сау емес пе, барлық иықтары бар ма, жоқ па. Мысалы, сіздер көрдіңіздер ме, кейбір хромосомалардың екі иығы да болмай қалуы мүмкін. Немесе мүлдем бір хромосомасы жоғалып қалуы мүмкін. Ал мұнда осындай метафазалық пластинканы жасап, сіз барлық хромосомаларды қалыпты екенін көз жеткізе алады екенсіздер. Барлығын яғни санап шығады, және сонымен қоса барлық хромосомалардың бар жоғын қарап шығады екен, және барлық хромосомалардың екі иығының да бар болуын көріп шығады екен. Бұл міне кариотиптеу деп аталады екен. Яғни сіз бұндай суретті кез келген есепте, кез келген тапсырмада көрсеңіздер, бұл кариотип екенін айту аласыздар екен. Және бірден сіздер бірден адамның хромосомалары болса, 23 жұп хромосоманы тауып шығуларыңыз керек. Егер де ең соңғы жұбы осындай болса, яғни 1X және кішкентай екінші хромосома болса, сіз оны бұл яғни ер адамның кариотипі деп айта аласыздар. Егер де 2X болса, бұл әйел адамның хромосомасы, немесе қыз баланың хромосомасы деп айта аласыздар. Енді бүгінгі мәліметтердің бәрін сіздер өтіп көрдіңіздер. Енді біз барлық бұрын өткен материалдарға байланысты біраз есеп шығарып көрейік. Сад биология бойынша тест тапсырмаларын орындап көреміз. Міне кариотипке байланысты бірінші тапсырма. Суреттегі кариотип бойынша қайсы тұжырым дұрыс, оны табу керек. Бірінші қарап шығыңыздар, міне бірден 23 жұп хромосомасы берілген. Барлық хромосомалардың жұбы бар ма? Барлық иықтары бар ма? Көріп шығыңыздар. Бәрі XX секінде болу керек екен. Және соңғы XY ретінде болу керек екен. Енді маған айтыңыздар, бұл қалыпты әйел адамның кариотипі ме, қалыпты ер адамның кариотипі ме, даун синдромға шалдыққан адамның кариотипін? Біз әлі даун синдромы өткен жоқпыз, бірақ та сіздер барлық болжам жасауыңыздар. Енді мутацияға шалдыққан адамда, әлде ажырамаудан пайда болған жағдайды көрсететін кариотип. Осының біреуін таңдау керексіңдер, және мұнда қандай ауытқу бар ма, жоқ па, соны тауып берулеріңіз керек екен. Міне Жантөре, Могу что-нибудь сделать? Жантөре,
Гендік мутацияға шалдыққан адам. Солай деп ойлайсыздар, иә? Жақсы. Неліктен олай ойлайсыз? Жантөре? Немене таптыңыздар мына жерде? Bir ауытқушылық бар ма екен? Я бар. Қандай ауытқушылық бар екен? Қандай ауытқуды таптыңыз? Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші және алтыншыда олар өте Не могу писать, даже не могу, дрожь вообще. Жантөре, тез жауап беріңіз. Сізде қосымша дыбыстар бар естіліп тұр. Сіз солай ойлайсыз, иә? Негізінен мына бірінші, алтыншы хромосомалар олар өйтіп қисық орналасуға беруі мүмкін екен, иә? Өйткені бұл лабораториялық жағдайда хромосомалар фиксацияланып, содан кейін оларды өйстіп бояған кезде кейбір хромосомалар біраз қисықтау орналасып қалуы мүмкін. Бірақ та ең бастысы барлық иықтары түгел. Көрдіңіздер ме? Үшінші хромосомаларда кейбірі мұнда қисықтау болып орналасқан, бірақ барлық иықтары бар. Мұнда ең негізгі жетіспеушілік Y хромосомасы, көрдіңіздер ме, болу керек екен. Бірақ Y хромосомасы мұнда бізде жоғалып қалған екен. Енді бүкіл бір хромосоманы, яғни біз жоғалтып алдық. Осындай жағдайда қандай ол ауытқушылық болуы мүмкін? Яғни бұл ер адамның кариотипі екен, біз соны бірден айта аламыз. Бірақ та Y хромосомасы міне жоқ мұнда. Яғни бұл гендік мутация ма, әлде ажырамаудан пайда болған ауытқушылық. Яғни 4 пен 5 па, сіз соны енді табу керексіз. Қалай ойлайсыз? 4-ші нұсқа ма, әлде 5-ші нұсқа ма? Болжамыңыз бар ма? Қиындық тудырып отыр, иә? Онда мен өзім айтайын. Бұл ажырамаудан пайда болған жағдай екен. Яғни сіздер білесіздер, метафазада міне хромосомалар осылай тұрады. Содан кейін олар бір-бірінен ажырау керек, иә? Сол кезде ажыраған кезде бізде, яғни бір клеткаға бір X хромосомасы жетпей қалды, яғни біз көріп отырғандай кариотипте. Ал яғни келесі клеткаға, яғни бір X хромосомасы артық кетіп қалды деген сөз. Яғни мұнда бізде тек қана бізде 46 жұп хромосома болу керек болса, бізде бұнда 45 қана хромосома бар екен. Ал яғни басқа бір клеткаға бір артық хромосома кетіп қалды. Яғни онда 47 хромосома болып қалды. Яғни екі клеткада сау емес болып қалды. Мұнда міне 45, ал басқа клеткада яғни 47 хромосома болды. Яғни бұл дұрыс ажырамаудан пайда болған жағдайда бізде осындай біз ауытқушылықтарды көреді екенбіз. Яғни біз мына жағдайда бір Y хромосомасынан айырылып қалдық екен. Яғни бұл дұрыс ажырамаудан, яғни метафазалық пластинкада ары қарай бізде, яғни митоз процесі нәтижесінде хромосомалар бір-бірінен ажыраған кезде бізде Y хромосомамыз басқа клеткаға кетіп қалған екен. Мына клеткада біз Y хромосомасы мүлдем жоқ. Яғни бұл дұрыс ажырамаудан пайда болған ауытқушылық екен. Енді келесі тест тапсаңыз. Бұл бұрынғы тақырыптарды қайталау үшін, сіздер ұмытып қалмау үшін. Қара тауықты ақ әтешпен будандастырғанда тек қана сұр балапандар дүниеге келеді. Егер екі сұр ұрпақ балапандарды, яғни олар өсіп үлкен тауық пен әтеш болған кезде тағы да бір-бірімен будандастырса, онда ақ түсті ұрпақ алу мүмкіндігі қандай дейді. Мұнда сіздерге мен біраз талдап берейін есепті, сіздер көріп отырсыздар. Қара мен ақ әтешті бір-бірімен будандастырғанда, яғни екі бір-біріне қарама-қарсы белгі, қара және ақ белгі. Оларды будандастырғанда екі ата-анаға ұқсамайтын белгі пайда болды. Яғни бұл бізде толымсыз доминанттылық бойынша тұқым қуалау, бірден сіз солай деп ойлауыңыз керек. Енді толымсыз доминанттылық бойынша тұқым қуалағанда екінші ұрпақта бізде қандай ажырау жүреді? Яғни ақ қайтадан тауықтарды немесе әтештерді алу мүмкіндігі қандай? Соны болжау керексіздер. Жантөре?
қандай пайызда ақ ұрпақтар пайда болады деп ойлайсыз? Соған жауап берсеңіз. Яғни бірінші нұсқа 50%. 50% деп ойлайсыз ба? Яғни ақ ұрпақ бұл бізде рецессивті белгі, рецессивті белгі 50%-да пайда болады деп ойлайсыз. Бірақ та бізде екінші ұрпақта, сіздер білесіздер, үнемі ажырау, егер де бір белгі бойынша болса, 1-ден 2-ге және 1-ге қатынасын. Егер де бізде толық емес доминанттылық бойынша тұқым қуаласа белгі, онда бізде 1-ден, яғни барлығы 100% десек, яғни 25% бізде 1-ден 2-ге және 1-ге қатынасында ажырау жүреді. Яғни 25% бізде қара тауықтар болады екен, 50% бізде қайтадан сұр тауықтар болады екен, және 25% ақ ұрпақтар. Сондықтан дұрыс жауабы 25%. Түсінікті болды ма? Яғни мұндай толымсыз доминанттылық болса, яғни көрдіңіз бе, қара мен ақ атешті будандастырды, сұр балапандар. Яғни мүлдем басқа. Яғни бұл толымсыз доминанттылық. Бірден соны еске түсіреміз. Және екінші F2 ұрпақта толымсыз, яғни екі сұр тауық пен сұр атешті бір-бірімен будандастырса, яғни бізде ажырау жүреді екен, және ажырау бойынша бізде ақ тауықтарды алу мүмкіншілігі 25% болады екен. Енді келесі тест тапсырмасына өтеміз. Бұл өткен сабақтағы сәлеметсіз бе, Асылхан? Сіз біраз кешіктеу қосылдыңыз, бірақ қалған сабақтың мәліметтерін сабақтың записында көріп аласыз. Жақсы ма? Қазір міне біз тест тапсырмаларын талдап отырмыз. Енді мен оқимын тапсырманы. Яғни рудиментарлы қанаттың белгісі кестеде мәліметке сүйене отырып, қалай тұқым қуалайтынын жауап беріңіздер. Сіздер өткен жолы біз өттік, сыртқы ортаға байланысты кейбір белгілер әртүрлі тұқым қуалайтын. Сіздер өттіңдер, яғни vestigial wings деген сөз. Яғни бұл рудиментарлы дрозофила шыбынының қанаттарының, яғни шолақ болуы, дұрыс болмауы. Normal wings деген сөз, яғни бұл қалыпты қанаттар. Female деген біз, яғни аналары. Male деген аталықтары, яғни папалары. Normal wings деген сөз, яғни қалыпты қанаттары. Vestigial wings деген сөз, яғни жаңағы айтқан рудиментарлы, яғни дұрыс қалыптаспай қалған қанаттар. Енді сіздерде міне осындай 4 түрлі жағдай берілген. Яғни бұл 4 түрлі жағдайға қарап, сіздер бұл рудиментарлы қанаттарды қалай тұқым қуалайтынын түсіну керек екен. Міне қараңыздар, бірінші жағдайда қалыпты анасы жаңағы рудиментарлы қанатты бар әкесімен будандастырылғанда барлық ұрпақтары сау болады. Енді керісінше анасы ауру болып, әкесі сау болса, бізде ауру және сау атасы мен анасы ауысты. Енді барлық ұрпақтары қайтадан сау болады. Яғни осы неге қарап сіздер қандай қорытынды жасайсыз? Яғни әкесі мен анасының ауру немесе сау болуына байланысты емес екен белгі. Яғни одан қандай қорытынды жасаймыз? Яғни бұл жыныс пен тұқым қуаламайды екен. Бірден сондай қорытынды жасайды. Мен сіздерге міне біраз көмектесіп жатырмын. Енді үшінші жағдай. Үшінші міне 3 деп тұрған санды қарайсыздар. Яғни онда анасы да, әкесі де сау екен, бірақ ұрпақтарының сіздер мынаны қатынасын табу керексіздер. Ол үшін 73-ті 23-ке бөлесіздер. 23-ті сіздер бөлінетін сан деп есептеп, өйткені барлық сандарды 23-ке ең кіші берілген ұрпақтар санына бөліп тастауларыңыз керек. Яғни 73-ті 23-ке бөлесіздер. Сонда жалпы қатынас 3-тің 1-ге қатынасындай мөлшерлеп шығады.
сонда үштің бірге қатынасындай ажырау жүреді екен. Яғни барлық ұрпақтың 3 бөлігі қалыпты қанатты болады екен, ал 3-тен 1 бөлігі, яғни бұл рудиментарлы қанатты болады екен. Ал төртінші жағдайда қайтадан анасы сау екен, ал әкесі жаңағы рудиментарлы қанатты болады екен. Сонда ажырау бізде 50-50 жүреді екен. Міне 56 сау ұрпақ, 51 рудиментарлы қанатты ұрпақ пайда болады екен. Міне осындай ажырау жүргенде барлық мәліметті ескере отырып, сіздер енді бұл белгіні қалай тұқым қуалау қорытынды жасау керексіздер. Ол аутосомалық доминантты тұқым қуалай ма, аутосомалық рецессивті тұқым қуалай ма, әлде жыныспен байланысқан доминантты немесе 4-ші жыныспен байланысқан рецессивті тұқым қуалай ма, әлде берілген мәлімет бойынша бұл қалай тұқым қуалайтынын анықтау мүмкін емес. Соны қорытынды жасау керексіздер. Мен сіздерге біраз талдап бердім есепті. Енді сіздер маған болжамдарыңызды айтыңыздар. Бұл аутосомалық доминантты немесе рецессивті. Қалған екеуін мен сіздерге талдап өзім айтып бердім. Бұл яғни жыныспен тіркесіп тұқым қуаламайды екен. Өйткені бірінші міне 2 жағдайда ата-аналары ауру немесе сау болып ауысып тұрса да, міне бірінші жағдайда анасы, екінші жағдайда әкесі ауру. Екінші жағдайда міне бұл екеуі ауысып тұрғанменен барлық ұрпақтары сау. Яғни бұл жыныспен тіркеспеген белгі. Бірақ та бұл аутосомалық доминантты немесе рецессивті, соны маған болжам жасаңыздар. Жантөре, Асылхан, қалай ойлайсыздар? Жантөре, сіз қалай ойлайсыз? Асылхан, сіз қалай ойлайсыз? Рецессивті ма, әлде доминантты ма? Яғни бұл аутосомада тұқым қуалайды екен. Яғни 22 хромосоманың біреуінде. Асылхан, сізді естімей қалды. Онда чатта көрейік, чатта мүмкіндер шығар. Жантөре, сіз қалай ойлайсыз? Сіз сейін қыдырып тұрма? Бірінші дейді Асылхан. Яғни аутосомалық доминантты. Яғни біз қалған 2 нұсқа бойынша талдау керекпіз. Міне қараңыздар, яғни мына жерде 3-тің бірге қатынасындай ажырау жүрді. Яғни біздегі рудиментарлы қанаттар тек қана бүкіл егерде 100% деп алатын болсақ, 25%-ында ғана пайда болады екен. Ал 75% бізде сау болады. Ал ең соңғы нұсқада, яғни егерде бізде әкесі ауру болса, онда 50% ажырау жүреді. Яғни мұндай ажырау бізде жүрсе, біз айтады екенбіз, бізде аутосомалық рецессивті тұқым қуалайды екен. Өйткені тек қана мына жағдайда ғана бізде белгі бар екен. 3-тің бірге қатынасында ажырау жүріп тұр. Ана жерде 50-50, бірақ мына жерде бізде әкесі ауру екен. Әкесі ауру, балалардың 50%, яғни оларды. Яғни мұндағы дұрыс нұсқа екінші екен, аутосомалық рецессивті доминантты емес. Егер аутосомалық доминантты болса, онда 75% ауру болушы. Бізде көрінеді 75% керінше сау. Мына пайызы 25% ғана болды. Сондықтан да біз аутосомалық рецессивті деп айтамыз. Енді келесі тапсырма. Ол да осы таблицаға байланысты. Ең соңғы есеп бүгінгі сабақтың. Яғни қайтадан осы тапсырма, бірақ та енді қалыпты қанатты ұрғашы шыбының, яғни 4-ші нұсқасы, анасы, яғни қалыпты, ол рудиментарлы қанатты әкесі немесе әкесімен будандастырылса, яғни бізде анасының генотипін болжау керек. Яғни анасы, біз мында айттық, яғни анасы бізде
яғни бұл жалпы белгі аутосомалық рецессивті тұқым қалайды. Бізде ажырау ұрпақтарында 50-50 болады. Сонда бізде анасы генотипін табу керек. Осы яғни үшеуінің біреуі гетерозигота, доминантты гомозигота немесе рецессивті гомозигота. Біздегі яғни белгі рецессивті тұқым қалайды екен. Яғни бізде әкесінің генотипі осындай. Енді ажырау 50-50 жүру үшін анасының генотипі қандай болу керек? Яғни осы үшеуінің біреуін талдау керексіз. Ажырау жүру үшін 50-50 бізде ажырау жүру. Әкесінің генотипі мына 3-ші нұсқада сияқты. Яғни анасының генотипі қандай болу керек? Мына 50-50 ажырау жүру үшін. Асылхан, Жантөре, өз болжамдарыңызды айтыңыздар. Мен сіздерге көп нәрсе айтып қойдым. Міне өйстіп ақырындап сіздер ойлауды үйренесіздер, қалай генетикада қалай ойлау арқылы сіздер есептің дұрыс нұсқасын талдай аласыз. Болжамдарыңыз бар ма? Айта беріңіздер, ол кез келген болжам, яғни сіз біраз болса да ойланасыздар. Мен көп нәрсені сізде айттым, әкесі яғни. Асылханның жауабын чаттан көрейік. Жантөре де Асылхан 5-ші жауап деп отыр. Бірақ мен айттым, бұл жыныс пен тұқым қуаламайды. Сондықтан ол 5-ші жауап болуы мүмкін емес. Жантөре 3-ші жауап деп отыр. 50-50 бізде ажырау жүру. Яғни ажырау жүру үшін бізде әкесінде, яғни рецессивті гомозигота, бізде әкесі, яғни ажырауды бере алмайды. Анасы ажырау жүру үшін, яғни мындай ғана генотип болса, яғни 1-ші нұсқада ғана анасының генотипі болса, бізде ұрпақтарында ажырау жүреді екен. Өйткені әкесі бізде N-нен 2 кішкентай N бар екен генотипі әкесінде. Яғни анасында осындай бір доминантты, бір рецессивті, яғни гибридті генотип болса ғана бізде ұрпақтарында 50-50 ажырау жүреді. Яғни мұндағы бізде анасының генотипі 1-ші нұсқа екен. Әкесінің генотипі ол, сіздер міне көріп тұрсыздар, таблицада ол рудиментарлы қанатты болғаннан кейін, яғни оның генотипі рецессивті гомозигота. Басқа нұсқа болуы мүмкін емес. Яғни сондықтан анасында бізде гибридті, яғни бір доминантты гені бар, бір рецессивті гені бар. Нәтижесінде гаметалар пайда болғанда, әкесі бір-ақ түрлі гамета бере алады, ал анасы 2 түрлі гамета бере алады. Нәтижесінде анасындағы генотип бойынша біздегі ұрпақтары 50-50 ажырайды. Түсінікті болды ма? Енді осымен бүгінгі қарастырылған есептеріміз және тест тапсырмалары аяқталды. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Сабаққа қатыспаған оқушылар сабақты запистен көріп алыңыздар, жақсы ма? Сау болыңыздар, келесі сенбіге дейін көріскенше.